Сіздерме достар, сіздермен бәрін білемін каналы. Бүгін сіздерге суретке қалай сөз жазу керектігін үйретеміз. Ол үшін біз Play Markettен TextCram деген программаны жүктейміз. Және біз ол программаны ашамыз. Осылай тастырып міне мына жерге плюс басамыз, режим шаблонын таңдаймыз. Бұл жерде біз осы жердегі суреттерге сөз жазуды үйренеміз. Шаблондарды, фондарды осылай таңдаймыз. Кез келген өзіңіз және де осы басып жібереміз, сөздерді өшіреміз. Өзіңізді жазасыз. Обновить текст бастым. Тұрады, бұл жерде біз шрифтін таңдаймыз. Осылай болады бізге. Мына жерде размері тексттің. Және мына түсті. Мына жерге арқасында көлеңкесі болады бұл жерде. Үстіп мына үлкейтесіз, кішірейтесіз, мына көлеңкенің түстері және обводка. Бұл арқасындағы бұл да көлеңке сияқтысы, яғни на выделение. Арқасында қара төртбұрыш, дәрежені бұл астындағы тағы көлеңкесі, яғни интервал. Бұны өзімде түсінбедім. Яғни береміз. Және дален басамыз. Сохранить изображение басамыз. Міне бұтаны басып суретті көреміз. Міне біздің суретіміз дайын. Суретке сөз жазу керектігін үйренді деп ойлаймыз. Видеоны лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сау болыңыздар достар.